Сәлеметсіздер ме? Қазіргі кезде қашықтықтан оқытуға байланысты біз көп уақытымызды отбасымызбен бірге өткіземіз. Тәрбие отбасыдан басталады. Болашақ ұрпағымыз еліне, отанына деген сүйіспеншілігі алдымен ата-ананың ықпалымен қалыптасады. Дәулет бесіктен, ақыл бесіктен кіреді демекші, білім бесігі мектептен, тәрбие бесігі отбасыдан бастау болады. Отбасының екі тірегі, әпештеген әке мен аялаған ана. Ата-анаға үлкен қызмет етіп, әкеңнің еңбегін, ананың ақ сүтін өтеу біздің борышымыз. Бүгін мен отбасы аялы алаған екенін көрсетпекшімін. Алақан шаясын, Алладан тілерін, сәулесін шырай. Адам баласы шіретіп, дүние есігін ашқаннан бастап, сол ортаның ыстық суығына бейімделіп, ықпалына көніп, осында ер жетеді. Отбасы мүшелерінің жауапкершілігі толығымен ер азаматқа жүктеледі. Баланы өсіріп тәрбиелеу әйел ананың тікелей міндеті. Сізсіз әке ең ақылды, ең сыршыл. Сізсіз әке ең жақыным, ең шыншыл. Шуақ шашқан қашанда асыл жүрегің, жанымдасың, қамқорымсың, білем. Тәтті ұйқыңды бөліп талай тұнғаттың, өміріме нәрім берді ақ сүтің. Кең құшағы аясындай гүл бақтың, мен өзіңмен қайда болсам біргемін. Махаббаттың жүрегімде жүрменің, күн нұрындай жадырай бір күлгенің, қандай жақсы ортамызда жүргенің. Адамға өмірде ең қымбаты отбасы. Отбасында сүйіспеншілік, сыйластық, татулық, бауырмалдық болғанда бірлік болады. Бірін-бірін аялап, кешіре түсіне білгенде отбасы берік болады. Ата-ананың үміт арманы баласымен бірге жасайды. Сол себепті олардың бар тілеуі балаға бағышталған. Ата-ана асқартау алдымдағы, әрқашан асқақтайсың алдымда әлі. Өзің берген өнеге тәрбиең мен бақыттымыз жанұя бауырындағы.